Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Көп жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрген жанның біреуімін. Соның ішінде қалай тамақтану керек екенін де кейінгі кезде айтып жүрмін. Емделу туралы айтушы едім, қазір кішкене қалай тамақтануды да көп қолға алып жүрмін. Өзімнің тәжірибемде мына бұршақ дейміз ғой, орысша фасоль деп айтады ғой. Сол фасоль жаңағы бұршақ өте пайдалы. Бұршақты қараңыздаршы, кішкентай ғана өзі, бүйрек сияқты тура. Адам табиғаты керемет. Адам менен табиғат бір-біріне үйлесіп тұрады. Бұршақ бүйрекке өте пайдалы. Асқазанға, ұйқы безіне өте пайдалы. Бұршақтың пайдасы өте көп екен. Былай қарасаңыз, бұршақты былайынан тура бұршақты болмай қалғанша, былайынан қоятын болсаңыз, бүйтіп кәдімгі жерке бас жеркемен бірге тұтасып тұр, бұл қан тамырға да пайдалы бұршақ. Ақ бұршақ, қызыл бұршақ, қандай бұршақ болмасын, түгел пайдалы. Енді ол бұршақтан қалай тамақ істейміз дейміз. Біз қазақ бұршақтан тамақ жемейміз ғой. Оны анда-санда бірдеңкеге қосып, супқа қосып, бірдеңке қылып ішпесек, оңайшылықпен тамақ жейміз. Бұл әсіресе қанты бар адамға өте пайдалы бұршақ. Мына қанты жоғары адамдарға өте пайдалы. Тамақ орнына бұршақты қайнатып алыңыз, оны жібітіп қойыңыз, қайнатып алыңыз да салатқа да қосыңыз. Қайнатып алыңыз да оны блендерден өткізіп, кашада жасаңыз, кашиса қылып, мынандай кәдімгі манный каша сияқты болып тұрады бұршақ. Оған бұршаққа кішкентай май қосып жеп, ертеңгі тамаққа каша жасап жеңіз. Бұршақты сұйық тамақ істеп ішіңіз. Жаңағыда айтып кеттім, салатқа да қосыңыз. Қайсысына істесеңіз де бұршақ пайдалы. Содан кейін бұршақты қайнатып қойып, жаңағы блендерден өткізіп, кашиса етіп, кәдімгі блендерден өткізіп, кашиса етіп, соған май қосып жесеңіз де болады. Мына бүткіл ішегіңізді жаңа өте қою қылмай, сұйықтау қылып, сұйық тамақтан қоюырақ, қою тамақтан сұйығырақ етіп жейтін болсаңыздар, сіздің бүткіл ішегіңізді тазалап шығады бұршақ. Көрдіңіздер ме бұршақтың пайдасын? Сондықтан біз бұршақ жеуді ұмытпайықшы. Бұршақ туралы қандай тамақ істеу керек, оның барлығын егер маған сұрайтын болсаңыздар, мен сіздерге айтып берген болар едім. Мына жерде мен сіздерге бұршақтың пайдасы туралы айтқым келдім. Бұршақтың тағы да бір пайдасы, ең үлкен пайдасы, сіздің памятіңізді жөндейді екен. Ана ұмытшақ адамдар болады ғой, ұмытып қалатын адамдар болады. Қазір қайта бұрынғы үлкен адамдар ұмытшақтықтан жақсы, жастар ұмытшақ болып бара жатыр. Сол ұмытшақтыққа да бұршақ өте пайдалы. Оның миға да беретін нәрсесі бар екен. Оның құрамындағы нәрседен миға да көп әсер етеді. Бұршақ содан кейін мына кәдімгі суставтар бар ғой, мына сүйектер, буын-буындағы сүйектердің жаңағы сұйықтығына да жәрдем береді. Сіңір жеп жатамыз ғой біз, мысалы, пайдалы деп. Сол сияқты буын-буынға да жақсы, бұршақ сүйектің қатаюына да жақсы болады, сүйекке де нәр береді. Сондықтан осы бұршақ жеп жүрейікші, бұршақты әдетке айландырайықшы. Біз ет жеуші едік, мына Әсеткүл енді бұршақ жегізейін деді ма деп ойламаңыздар, бірақ бұршақ өте пайдалы. Сол жегенді ұмытпайық. Бұршаққа кішкене жаңағы қоймалжың ғана қылып, кішкентай май салып жіберіп жесеңіздер, ішектің бәрін жөндеп шығады. Кімде запор бар, өте пайдалы. Бұршаққа май араластырып, қоймалжың қылып тамақ жеңізші. 3 күн жеңізші, сіздің ішіңіздің бәрі таза болып шығады. Сондықтан сізде запор да болмайды тіптен. Осы бұршақ жеуді әдетке айландырайықшы, құрметті менің оқырмандарым. Егер кімде мен айтып отырған аурулардың түрі болатын болса, сол пайдаланып көріңіздерші, өте пайдалы. Өте пайдалы. Содан кейін асқазанның бұршақтың сөлі асқазанның сөлін дұрыстайды. Асқазанның ішектің сөліне дұрыс болады. Сондықтан бұршақты да өзіміздің рационымызға қосып, бұршақты да жеп жүрейік. Өне бойы бұршақ жеді айтпаймын, бірақ мен әдетке айландырып, денсаулыққа керек жағдайда жеген болар едік. Мысалы, қанты бар адам, тіптен бұршақ жей беру керек. Қанты бар адам орнына келеді. Қант орнына келеді. Өте қанттың орнына келуіне бұршақ үлкен пайда береді. Соны ұмытпаңыздар. Мен сіздермен болған Сәлиев Әсеткүл, әрқашанда сіздерге жауап беруге дайынмын.